Түлкі мен бөдене. Түлкі мен бөдене екеуі айрылмас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндерде бір күн, досым, мені бір күлдірші депті түлкі. Жарайды, күлдірейін. Сен менің артымнан ерде отыр, мен ұшамын да отырамын депті бөдене. Сонымен бөдене ұшыпты да отырыпты, түлкі желе жорта еріпті да отырыпты. Бір жерге келсе, бір кемпір сиыр сауып отыр екен. Шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдене ұшып барып, сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона кетіпті. Түлкі анандай жерде тығылып қарап тұрыпты. Шал бөденені көре сала, кемпір, қозғалма. Мен мына төбеңдегі бөденені соғып алайын, ыстық тамақ етіп жерміз депті. Жарайды, бірақ қатты соқпа депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып, салып қалғанда бөдене ұша жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүті төгіліп қалыпты. Түлкі шек сілесі қатып күліпті. Досым, күлдің бе? Күлдім. Разымын, досым, разымын депті түлкі. Күндерде бір күн түлкі, ал, досым, енді мені бір мықтап тұрып қорқытшы депті. Қатты қорқытайын ба? Ашуланбайсың ба деп сұрапты бөдене. Жоқ, ашуланбаймын, қатты қорқыт депті түлкі. Жарайды, қорқытайын. Бірақ сен көзіңді тас қылып жұм. Мен сенің төбеңе қонып, екі қанатыммен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүр де отыр. Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып, көзіңді аш дегенше ашпа депті бөдене. Сонымен бөдене түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қылып жұмып, бөдененің жүр деген бағытына жүріпті де отырыпты. Осылай жүріп келет, бір кездерде бөдене аш көзіңді деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып жіберсе, тазы ерткен бір топ аңшыға таянып қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап, қуып беріпті. Түлкі қашып беріпті. Әрі-бері қашқан соң, түлкінің алдынан қалың орман кез болыпты. Түлкі жалт беріп, орманға кіріп, аңшылардан азар құтылыпты. Бір кезде бөдене келіп, қалай досым, қорқыттың ба деп сұрапты. Қорқытқанда осылай қорқыт деп бедім деп, түлкі бөденені бас салып, жемек болыпты. Бөдене түлкінің аузында тұрып, досым, ұзақ жылдар дос болып, ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем, жесең же, бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді сұрап білген емеспіз. Жесеңде атымды айтып жесеңші, ақырғы тілегім болсын депті. Ал, айта ғой, атың кім еді депті түлкі. Атым Маңғыт депті бөдене. Түлкі аузын ашып, маңғыт дей бергенде, аузыңа саңғыт деп бөдене ұша жөнеліпті. Осыдан бұлай түлкі мен бөдене достықтан айырылыпты.